Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Мен қазір ашайын деп отырған тақырыбым сүйіктіңіздің ойында не бар, кім бар? Қазір білетін боламыз. Сүйіктіңіздің ойында не бар? Сүйіктіңіздің ойында сізді қашан хабарласады деген ойы бар. Яғни сізден бір сообщение күтеді, и соны күтіп отыр, және де сізді қалай ойлайды. Өте сондай мықты адам екенін карта көрсетіп тұр. Сіздің мықтылығыңызды, барлығын жеңе алатын сондай адам екеніңізді біледі. Іштей солай ойлайды. Енді бұл жерде сіз бір саяхатқа шығу, бір жерге жол жүру деген сияқты сонда ойлайды жігіт. Көбінесе сіз туралы ойы бұл жерде переживание, яғни іште уайымы бар деп ойлайды. Және де бұл жерде саусағын тістеп отқан картаны көріп тұрмыз. Яғни сіз бұл жігітке бірдеңе айтқыңыз келеді, ол соны сезеді. Ойында кім бар? Бұл жерде көп жігіттерден алданып қалған картаны көріп тұрық. Бұл жерде жүрек жаралы деген сияқты, яғни бір жағынан маска киіп алған, яғни сіз туралы көбінесе іштей жасырады, көп нәрсені жасырады деп ойлайды. Енді бұл жігіттің ойында кім бар дегенде, яғни сіз шығып тұрсыз, бұл жерде сіздің сезіміңіз бар екенін ол сезеді, солай ойлап тұр. Және де іште өзі білдіргісі келмейді дегенде ойы бар. Және де менімен қарым-қатынасты жалғастырғысы келеді деген сияқты да ойы бар негізі. Ары қарай менімен жалғастырғысы келеді деген сияқты жігіттің ойы бар. Ары қарай көрейік. Сіздің іштей сезіміңізді біледі ме? Жігіт сіздің іштей сезіміңізді біледі ме? Сезеді ме? Бұл жерде бірге болуға қарсылық бар. Бірге болу деген сияқты көптеген қарсылықтар бар. Негізі жан-жақтан сондай іштей жігіт ойлайды, яғни бірге бола алмаймыз деген сияқты. Солай ойлайды жігіт. Енді сіз білдіргіңіз келмейді, бір уақытты созып жүру деген сияқты солай болып тұр. Тағы сіз туралы не ойлайды? Бұл жерде переживание бар, маска киіп алған карта көріп тұрмыз. Бұл жерде маған айта алмайтын сырлар бар, яғни жасырады соны деп ойлайды. Бұл жерде тағы да қарым-қатынаста сенбеушілік, араларыңызда сенбеушілік, адасып жүру, адасқан махаббат десем де болады. Мен ойын ойнап жүрма деген сияқты бұл жігіттің ойы сіз туралы. Бірге болуға кімдер қарсы? Яғни жігітіңізбен бірге болуға қандай факторлар қарсы негізі? Бірге болуға бір
қарсылық бар, барлығын біліп отыратын, сізді қызғанады. Бұл жерде жігіттің ойы барлығын көріп тұрмын деген сияқты бір қызғаныш сезім бар. Және де бұл жерде қызғаныш, бір агрессияны көріп тұрмыз. Яғни рыцарь мечей деген шықты. Бұл жерде сізді өте қатты қызғанады. Және де мені алдап жүр ма басқа жігіттермен деген сияқты, мені алдап кетеді ме деген сияқты солай болып тұр. Тағы да не ойлайды жігіт, көрейік. Бұл жерде кездесу бар, негізі махаббат, влюбленный шықты. Бұл жерде бір махаббат бар, бір-бірлеріңізді ұнатасыздар, жақсы көресіздер, бірақ қызғаныш сезімі де бар жігіттің тарапынан. Енді бұл жерде кездесу бар, барлығын өзгертетін, бірге болайық деген сияқты бір ұсыныс айтқысы келеді, бірақ сондай қарсы адамдар бар сізге. Бірге бола алмайтындарыңыз көрініп тұр. Бұл жерде әлі де уақыт бар. Негізі кездесу қашан болады? Бір 6 деген санға байланысты болып тұр. Бұл жерде кездесуге әлі уақыт бар. Егер де кездеспей жүрсеңіздер, жігіттің ойы қызғанады, сезім бар, влюбленный, яғни махаббат сезімі бар. Қарсы адамдар бар негізі. Ары қарай көрейік. Кездесу қашан болады? Нақты кездесу қашан болады? Бұл жерде шут, карта дурак деген шықты. Қазір емес кездесу, бірақ алдағы таңда кездесу бар. Негізі жігіт аяғын андап басу. Бұл жігіт негізі қалай айтсам болады, бір отбасылы ер азамат болуы мүмкін. Бір қолайлы сәтті күтіп жүр негізі. Екі ойлы жігіт. Енді бұл картаға келетін болсақ, бұл жерде өзіне сенімді ер азамат. Өзіне сенімді, король жезлов деген шықты. Бұл жерде сенімді өзіне. Мен қалаған уақытта кездесемін деп тұр. Яғни сіздің айта алмайтыныңыз анық, кездесейік деп. Бірақ жігіт өзі хабарға шығады. Алдағы таңда кездесу бар, бірақ дәл қазір емес, уақыт бар деп тұр. Тағы да көрейік. Алдағы таңда не болады? Бұл жігітпен алдағы таңда сізді не күтіп тұр? Алдағы таңда не күтіп тұр? Бұл сіз туралы көбінесе бір әңгімелер естиді. Әңгімелер естиді, бірақ бұған құлақ аспай тұр жігіт, сенбейді. Адамдардың сөздеріне көзбен көру керек. Бірінші көз жеткізу керек, одан кейін барып сенуге болады деген сияқты. Екі ойлы болып тұр жігіт. Алдағы таңда сіз туралы басқа біреуден әңгіме естуі мүмкін, сол туралы өзі сенгісі келмейді. Көбінесе өзі көз жеткізбегенше бұл ешкімге сенбейді. Бұл да дұрыс шығар. Негізі жігіт өзіне сенімді. Сенбеушілік бар. Бұл жерде ойын ойнап жүрма менімен деген сияқты. Бұл жерде спектакльді көріп тұрмыз, ойын ойнап жүрма, яғни қарым-қатынасымыз тұрақты ма деген сияқты екі ойлы жігіт. Бұл жерде шахмат ойнап отырған картаны көріп тұрмыз. Бұл жерде ойын ойнап жүрма деген сияқты астында бір переживание бар негізі жігітте. Сіздің де сенбеуіңіз екіталай, сенуіңіз екіталай. Және де тек менікі деген сияқты болып тұрсыз. Яғни бұл жігіт негізі қалай айтсам болады, тек қана менікі, басқа ешкімге бермеймін деген сияқты болып тұр. Және де сізге келгенде кішкене ақшасын жарата бергісі келмейді.
яғни тас адам десем болады, ақшасын жібермейді, ақысын жібермейтін адам негізі бұл. Бірге бола алмайсыздар бұл адаммен, тек қана құпия кездесулер, бірақ бір-бірлеріңізді жақсы көресіздер, ұнату бар. Ары қарай жалғастырайық. Алдағы таңда не болады? Алдағы таңда бұл жерде махаббаттарыңыз түсініксіз, бір-бірлеріңіздің жүректеріңіз ауырады, түсініксіз махаббат негізі, жауапсыз десем де болады. Енді бұл жерде ақшасы бар, бірақ замок тұр, ақшасы бар, бірақ барады сізге, бірақ ешқандай подарка болсын, сыйлық болсын, ондай апармайды, тек қана кездесу, сондай болып тұр. Бұл жерде отбасылық картаны көріп тұрмыз, яғни әйелін жақтырмайды, әңгімелерін, екеуінің әңгімесі жараспайды. Бұл жерде әйелін естігісі келмей тұрған картаны көріп тұрмыз. Әйелі көбінесе күйеуінің құлағын жаман әрекеттерімен көріп тұрсыздар картада. Бұл жерде құлағын жауып тұрған карта, яғни ұрыс сондай болып тұрады араларында, семейный. Бала-шаға, отбасын көріп тұрмын. Бұл жерде тағы да тек қана отбасыға әкелу, ақшаны талап ету әйелінің тарапынан бар сондай. Енді жігіт шаршап жүр, өзі не істеп жатқанын білмейді. Повешенный, яғни тек қана отбасы, ақша, қаржы мәселесі. Отбасы болғаннан кейін ақша керек, бала-шағасын да көріп тұрық. Бұл жерде әйелі ақшаны талап етіп тұр негізі. Бұл жерде жігіттің жұмысы бар, жұмыс, ақшаның барлығын әйеліне әкеп береді. Осындай картаны көріп тұрмыз. Отбасылық. Алдағы таңда енді кездесу бар, бірақ қазір емес дедім, бірақ бір-бірлеріңізді ұнату сезімі бар. Осымен менің видеом аяқталды. Егер де сіздерге сәйкес келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Және де жеке аштырам десеңіздер, WhatsApp номерімді астына жазып қалдырамын. Мен тек қана арақатынасқа емес, кез келген мәселені қарайтын боламын. Және де жолдарыңызды ашқыларыңыз келсе, финансовый, яғни ақша мәселесі жағынан карта ашқыларыңыз келсе, аштырғыларыңыз келсе, мұнда хабарласыңыздар. Мен сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.